Сәлем достар, бүгін сіздермен 7-ші selfies файлын өтеміз. Бұл файлда берілген грамматикалық тақырып to be көмекші етістігі. Өткен сабақтарда өткеткенбіз. Быть, есть, являться, қазақша болу деген сипаттау форматында жүретін грамматика. Осының өткен шағы was, we екен. Яғни мен, сен, ол, біз, сіз, олар деген жаққа бөлінген кезде мен, was, сен, we, ол, was, ол үш формасы әйел адамға, ер адамға және жансыз заттарға was, ал көпше түрде біз, сіздер, олардың бәрі we болады екен. Жалпы бұл тақырыпқа не беріліпті? Тақырыптың өзі сразу бірден мынау фотодағы адам, портреттегі адам кім, неше жаста деп ойлайсың, осы суретке түскен кезде, басқа сурет, осыған ұқсас басқа портреттерді білесіз бе? Ол қай жыл туылған, қай жерде, ата-анасы кім болған, суретші болғанға дейін ол кім болған, жас кезінде қандай фотолар көп болды ма, осы портрет жаңағы қай жерде презентовать етілді, арасында қандай байланыс бар, неше жаста қайтыс болды бұл кісі, бұл сурет бойынша бұл атақты болды ма деген сұрақтар қою арқылы біз алдымен аудиороманды тыңдап алады екенбіз. Ары қарай ридингға көшіп кеттік. Сәлем достар, бүгін сіздермен 7a файлын өтеміз. Бұл файлде past simple to be-дің көмекші was, we деген формасы берілген. Яғни өткен сабақта I am, you are, he, she, it, is, we, I, you, we are деп өткен болатымыз. Енді I was, you were, he, she, it was, we, you, they were деп өтеміз. Яғни мен, сен, ол, біздер, сіздер, олар болған біз өткен шақта. Өткен шақ дегеніміз айтып тұрған кезде 5 минут бұрын, 5 сағат бұрын, 6 күн бұрын, кеше, өткенде, өткен түні, 1998 жылы деген сияқты уақытты мезгілі айтылған кезде айтылған әңгіме. Соны болған деп біз осы көмекші to be көмекші етістігінің was, were деп жазылған were деп оқимыз. Осы екі формасын қою арқылы жасайды екенбіз. Енді бізге бірден мына сурет арқылы бізге бірден мәтін берген. Ал оқып көрейік. Kurt Vonnegut was an American writer. Ол американдық жазушы болған. He was born in 1922 in Indianapolis. Ол 22 жылы Индианаполисте туылған. 1922 жылы уақытты көрсетіп тұр. Was деп тұр. He was a soldier during World War II and was in a prison camp in Germany from 1944 to 1945. Екінші әлемдік соғыс кезінде ол солдат болған және лагерде, түрме лагерінде Германияда 1944-тен 45-ке жылға дейін түрме лагерінде қамалған. His first novel was Piano Player. Оның бірінші Piano Player деген новелласы 1952 жылы жарық көрген. But it wasn't a success. Бірақ ол сәтті болмады. However, his novel Slaughterhouse 5 and the anti-war book was a bestseller and was made into a film in 1972. Екінші кітабы Slaughterhouse 5 анти-соғысқа қарсы кітап болды дейді. Бұл керемет бестселлер. Бұл кітаптың кереметтігі сонша кино түсірілді дейді 1972 жылы. In later life, he was interested in politics and the paintings. His art was an escape from the work of writing. Ол кейіннен саясатпен, суретпен айналыса бастады. Оның суреттері жазу жұмыстан қашу деп аталатын суреттері болды дейді. Мына өзінің суреттерін салып қойыпты. Billy D. Williams is an American actor. He was born in New York in 1937. Billy D. Williams, американдық актер, Нью-Йоркте 1937 жылы туылған. His father was a caretaker and his mother was a lift operator. He was a student at the High School of Music Art. He was a theater actor for 15 years and in 19
1959, he was in his first film. He was very successful in the 1980s when he was into Star Wars films, The Empire Strikes Back and Return of the Jedi. Before he was an actor, Williams was at the Fine Arts Academy in New York, and this self-portrait is in National Portrait Gallery in Washington, D.C. Билли Ди Уильямс, американдық актер, ол Нью-Йоркте 1907 жылы туылған. Оның әкесі күтуші болған, шешесі лифт операторы болған. Ол high school музыка және шығармашылық мектептің студенті болған. Ол театр 15 жылда театр актері болып, 59 жылдан бастап бірінші фильмге түсе бастады. Оның кинолары 80 жылдар өте сәтті болды. Екінші жұлдызды фильмі Empire Strikes Back және Return of the Jedi'дің қайтуы деген фильмдері атақты болды. Ол актер болғанға дейін Нью-Йорктегі жаңағы сурет салатын шығармашылық мектепте болған, сол жерде оқыған ғой. Және өзін-өзі суретке салатын. Өзінің суретін салып, жаңағы ұлттық галерея, Вашингтон DC-дегі ұлттық галереяда осы портретті тұр дейді. Яғни бұның суретшілік қабілеті болған. Аделия. As British singer and songwriter, she was won an Adele Lowry Black Atkins in London in 1988. When she was a child, she was much more interested in music than schoolwork. When she was 14, her musical tastes were very different from most teenagers, and she was a big fan of Billie Holiday and Eminem. She was performing arts students at the Bright School in London, where she was a classmate of singer Leona Lewis and Jessie G. Her first albums in 2000 was an immediate success, and she is now a major star. Adele isn't painted. This self-portrait was for one online art project called Face Britain. Аделия британдық әнші және композитор, өлең жазатын. Ол Лаури Блю Аткинс Лондон жанында 1988 жылы дүниеге келген. Бала кезінде музыкаға көп интерес құрған, яғни көп қызығушылығы болған. Сабақтан көрі музыкаға деген қызығушылығы жоғары болған. 14 жасында оның басқа жасөспірімдерге қарағанда музыкаға деген жаңағы қабілеті жоғары болғандықтан ол Билли Холидей мен Эминемнің бір любитель дейді ғой, любительдері болды, яғни фанаты болды. She was performing art students, Brit School, Лондондағы Brit School'да жаңағы студенттермен бірге сурет салады. Олардың жаңағы performing arts деп тұрғаны жаңағы сурет емес, көркем өнер шығармашылық мектебінде өзінің кластастары Леона Левайс, Джесси деген әншілер болады дейді. Оның альбомы 19 деп аталатын альбомы 2008 жылы шығып, бірден сәтті болып атағы шығып, ол жаңа негізгі жұлдызға айналды дейді. Ол негізгі суретші емес, мынау тұрған өзінің портреті бір онлайндық арт проектке, Британияның келбеті деген бір проектке қатысқанда жасаған дейді. Енді қарап тұрсаңыздар, осы 3 түрлі мәтін арқылы енді көп сұрақтар болады екен. Do you have any on your phone? Where were you? When was it? Who were you? Yes, no, жаңағы сұрақтар қою арқылы қайда болдыңыз, қашан болды, кім сізбен бірге болды, жаңағы. Yeah. Why don't you take them? Why don't you think over pill takes them? Do you any of your friends and families take them? Do you have any photos of your phone? Yeah, осындай суреттеріңіз бар ма? Сізде осындай нәрселер жасадыңыз ба? Жаңа сұрақ қойып жатыр да, мына жерде. Осы
үш мәтінге жаңағы сұрақтар қою, міне ол кім болды, жаңағы үш адамға осының ішіндегі воз деп тұрғанның бәрі, немесе we деп тұрғанның бәрі сонда сөйлемнің процестің өткен шақта болғандығын білдіреді екен. Енді мына жерде сөз vocabulary word formation дейді, сөз құрау. Жазушы writer немесе or деген етістікке сөздер қосылу арқылы, міне writer жазушы, actor актер дейді. Немесе яғни ist және зат есімге қосу арқылы музыкант, суретші деген, немесе пианист деген зат есімдер шығады деп көрсетіп қойған. Міне осылай ары қарай осы үш тексті переска жасау арқылы біз сөздік қорымызды тағы да дамытады екенбіз.